балдарымыз Американың, Европаның, Азияның балдарынан кем болмауы керек. Жалпы біздің балдарымыздың білімі, сана сезімі жаман емес. Ата-бабамыздан келе жатқан қасиет бар. Текті елдің, ұлттың ұрпағымыз. Біздің енді міндетіміз соны ары қарай жалғастыру. Біздің биліктің міндеті көбірек мектептер салу. Сол мектептер қазіргі барлық халықаралық стандартқа сәйкес болу керек. Алғашқы рет біздің мектебіміз есігін ашып отыр. Біз өте қуаныштымыз. Біздің мектеп осы Қазақстанның тарихында қалатын шығар деп мен сенімдемін. Өйткені біздің оқу тегін, әр бала осы мектепке оқуға мүмкіншіліктері мол.